Сәлеметсіздер ме? Арнаға қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осылай дәмді қытырлақ болып шығатын самса жасайтын боламыз. Дәмді қытырлақ болып шығады. Менімен бірге жасаңыздар. Ыдысымызға салқын суымызды құйып аламыз. Шай қасықпен тұз қосамыз. Және 50 мг сұйық майымызды қосамыз. Ұнымызды қосып, қамыр илейтін боламыз. Алғашында қасықпен араластырамыз. Содан соң қолымызбен қамыр илейміз. Біздің тестамыз қатты емес, жұмсақ емес, орташа болуы қажет. Осылай жақсылап илеп аламыз қамырымызды. Осылай болып шығу керек. Енді пакетке салып, холодильникке қоя тұрамыз. Тестамызды шығарып, 2 бөлікке бөлеміз. Және жұқа етіп, жайып шығатын боламыз. Сары майымызды еріткен кезде осылай қайнатамыз, себебі құрамында су болады. Кішкене тоң май қосып, осылай ертіп аламыз. Қамырымызды жұқартып жайып шықтық. Енді ерітілген майымызды қасықпен құйып, қолымызбен біркелкі етіп, барлық шетіне жайып шығамыз. Осылай шетіне қайырып отырып, ортасына қарай жинап шығатын боламыз. Үстінен басып отырамыз. Және 4 бұрышты етіп, кесіп аламыз. Тағы да бір бүктеген кезде осылай теста болады. Және доскамызға жинап, морозильникке жарты сағатқа қойып тұрамыз. Пакет кигізіп. Начинкамызды турап дайындап алдық. Асқабақты, картошка, етімізді және пиязды кубиктеп турап алдық. Тұз қосамыз. Және қара бұрыш себеміз. Қасықпен араластырып аламыз. Енді ортасынан бөліп, жайып аламыз. ұн қоспай жая беруге болады.
начинкамызды салып түйіп шығамыз. Алғашында бірікпей қалды, дегенмен қолымызбен бүгіп отырып түйіп шығамыз. Шет-шетінен бүгеміз осылай. Формамызға келтіріп барлығын түйіп шығамыз. Және екінші тестамызды да солай жайып шығамыз. Барлығын түйіп алдық. Бір тестамызды. Бетіне жұмыртқамызды жағып, күнжіт себетін боламыз. Қызып тұрған пеште 220 градуста пісіріп алдым. Осылай дәмді самсаларымыз пісіп шықты. Жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Ас болсын барлықтарыңызға.